Сіздің кім екендігіңізге, жасыңызға, молшылықта немесе жоқшылықта өмір сүретініңізге қарамастан, барлығымыз бір нәрсені қалаймыз – сүйіспеншілікті. Оның не екенін білгіміз келеді. Мысал көргіміз келеді. Хью Хефнер, Playboy журналының негізін салушысы. Көптеген жылдар бойында бір ретте әкесі жайлы айтқан емес, тек бір ғана жағдайда анасы жайлы айтқан. Мүмкін 5 немесе 6 жыл бұрын ол CNBC-де сұхбат берген болатын. Сонымен Хью Хефнер, Playboy журналының негізін салушысы, былай деді: «Анам мені сүйетінін білетімін, бірақ онысын көрсете алмайтын. Сондықтан мен махаббат жайында фильмдерден үйрене бастадым. Оның шартсыз махаббатты көрмегеніне сенімдімін. Сондықтан ол үшін қиын болғаны ақиқатқа жетуі ғана емес, соған сай өмір сүруі». Менің жиі айтатыным, Хью Хефнердің әкесімен жақын, сенімді қарым-қатынасы болғанда, Playboy журналының дүниеге келмеуі өте ықтимал еді. Әрі қарай Хефнер былай деді: «Мен киноэкранда туындайтын басқа әлемге еніп кететінмін. Мен үшін махаббат дегеніміз бұл тек қана менің балалық шағымдағы фильмдерден көрген романтика ғана, басқа ештеңе емес». Содан кейін ол былай деп мойындады: «Отбасынан гөрі менің қалыптасуыма кино қаттырақ ықпал етті. Менің отбасым орта батысқа тән болды. Методистік, көп жаза берілетін, ал шынайы нәзік сезімнің көрінісі жоқ болатын. Естеріңізде ме? Қарым-қатынастан сенім нанымдар туындайды. Олар құндылықтарды қалыптастырады, ал олар біздің іс-әрекеттерімізді бағыттайды. Жақын қарым-қатынассыз ақиқаттан бас тартылады. Осы әлемдегі кез келген адам шартсыз махаббатты аңсайды. Мен сенімдімін. Біздер мәсіхшілер, мәсіхтің денесі, осы әлемдегі әрбір адамның кем дегенде шартсыз сүйіспеншіліктің бір үлгісін көруіне жауаптымыз. Сонда көптеген адамдар мәсіхті құдайым және құтқарушым деп мойындайтынына сенімдімін.